Ағылшын тіліндегі уақытты білдіретін AM мен PM айырмашылықтары қандай? Бұларды көбісі көп шатастырады. Сағаттарды жазу арқылы көрсетемін. Түнгі 12-ден күндізгі 12-ге дейінгі уақыт AM болады, ал күндізгі 12-ден түнгі 12-ге дейінгі уақыт PM болады. Мысалы, I have breakfast at 8 AM. Мен таңғы асымды 8-де ішемін. 8 AM таңертеңгі 8. I have lunch at 12 PM. Мен түскі асымды 12-де ішемін. 12 PM түскі 12. I finish work at 6 PM. Мен жұмысты 6-да аяқтаймын. 6 PM кешкі 6.